таң намазының парызын оқып болғаннан кейін мән беріңіздер. Мына хадис өте құнды хадис. Кімде-кім таң намазының парызын оқып болғаннан кейін ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах сәлем бердіңіз. Ва хуа санин риджлайхи, әрі екі тізесі бүгіліп тұрды. Қабла ан ятакаллам, еш нәрсе айтпай тұрып 10 мәрте لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير деп 10 рет айтатын болса, كتب له 10 حسنات, 10 сауап жазылады, ومحي عنه 10 سيئات, 10 күнәсі кешіріледі, ورفع له 10 درجات, 10 есе дәрежесі көтеріледі, وكان يومه ذلك, және сол күні бүкіл жағымсыз нәрселерден қорғанда болады. Вахуриса минеш шайтан, шайтаннан да қорғалады деп жатыр. Валам янбағи лизанбин ан юдрикаху фи заликал яуми илля ширка биллах, және де қандай да бір күнә істейтін болса күнәсі кешіріледі деп жатыр, тек Аллаға серік қосудан басқа дейді. Қараңыз қандай хадис. Осылайынан таң намазын оқып болғаннан кейін жалғыз оқысаңыз да, егер жалғыз оқымасаңыз да, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ешқандай сөз сөйлемей тұрып осы дұғаны айтасыз. 10 рет. Қаншама сауап, қаншама пайдалары бар да хадис.